Орталық Қазақстанда орналасқан Қарағанды қаласының дүниеге келуі жер қойнауындағы қара алтынмен байланысты. Музей қорынан қарағандылық суретші Есіркеев Қуаныштың өндіріс пейзажы деп аталатын 1984 жылы Кенепте майлы бояу техникасында орындалған шығармасында шахта ғимараты мен оның ар жағындағы әсем үйлер бой көтерген қала көрінісін сынады. Бүгін біз сіздермен осындай шахталарда жер астында жұмыс істейтін кеншілердің бір күндік жұмыс күнімен танысатын боламыз. Шахтаның жердің үстіндегі ауласының көрінісін суретші Косаревтің Кенепте майлы бояуда орындалған номері 37 шахта деп аталатын шығармасынан көруге болады. Суретші будақтаған түтіндер арқылы әрі картинаға қоңырқай түсті негізгі түс ретінде пайдалану арқылы қызу жұмыстың жүріп жатқандығын бере білген. Ал дәл қазір сіздермен жердің астына кеншілермен бірге аттанатын боламыз. Все. Можно еще прокачать. Володя. 500 метров под землей. 500 метров под землей, вот она. Осындай жер астындағы ауыр еңбектің бір көрінісін қарағандылық суретші Крылов Виктордың Мұсағалиевтің портреті деп аталатын Кенепте майлы бояуда орындалған картинасынан көруге болады. Ну что, только вперед. Только вперед, да. Посмотрите, тут бывает. Че, Борь, какая сегодня добыча у тебя? Ну, добыча пока ниже минимума. Не выполняешь план, Борь? Ну, пока мы же не все сразу можем. Это нужны шахтеры настоящие, работяги. А мы что? Ну, Интеллигенты говорят добыча, но у шахтера ведь добыча, правильно? Конечно, добыча. Угу.
Сколько ж миллионов лет-то тут, да? Секретно. Насеткиннің кенші Шалкубаевтың портреті деп аталатын шығармасы негізгі түсті қара түс етіп алған. Себебі жер астында қараңғылық пен көмірді алса керек. Кеншіні жұмыс киімінде бейнелеген суретші оның басындағы шамына ерекше мән берген. Себебі сол қараңғылықта жарық беретін осы шам ғана екені белгілі. Ильич! Давай, поехали. Боря, садись. Боря. Кеншілердің ауыр жұмыс күнінің аяқталғанын қарағандылық суретші Вениамин Шамшин өзінің көмір деп аталатын 1965 жылы Кенепте майлы бояуда орындаған полотнасында бейнелеген. Топтық ерлердің портретінен олардың жер астынан шығып, киімдерін еркін киіп алған шаршаңқы жүздерін, әрі беті қолдарының көмірден қара болғанын аңғаруға болады. Бұл ер азаматтар ұзын бойлы, денелі, себебі ауыр жұмыс оларды шымырлатып ширатса керек. Сегодня утром я пораньше встану. Сегодня день будет праздничным вдвойне. Сегодня в угольной столице Казахстана. Сегодня праздник в Караганде. С днем шахтеров тебя, Караганда! Этот праздник, он наш, он навсегда. Труд шахтеров, нелегкий труд. Благодарность вам, праздничный салют. С днем шахтеров тебя, Караганда! Этот праздник, он наш, он навсегда. Труд шахтеров, нелегкий труд. Благодарность вам, праздничный салют. Шахтерлар күніне арналған сюжет үшін Ленин шахтасына келді.